жаңа сөздермен жұмыс жүргізейік қазір. Сатушы, продавец. Сатып. Все, я. Сатып. Так, сатып алушы, покупатель, сатошын құқығы права покупателя, сатошының міндеті обязанности продавца, тауарды қабылдау, принимать товар. Жақсы. Ага. Сіз кімсіз? Кто вы здесь? Вот маркетинг. Сіз кімсіз? Сату. Мен сатушы. Окончание. Мен сатушы. Мен сатушымын. Дұрыс, мен сатушымын. Жақсы. Ага. Біз бірінші не істейміз? Қазір сіз оқисыз, одан кейін аударасыз, пересказывать будете, потом уже вы будете рассказывать сатушының құқығы және міндеті. Құқығы права, міндеті обязанности. Ал кеттік. Сатушының құқығы обязанности продавца. Сатушының құқықтарына зат қабылдауын және сатып алу бағасын төлеуді талап ету құқықтары жатады. Давайте, ал сатушының құқығы қандай? Какие у него есть права? Зат қабылдау, принимать. Принимать товар, да? Дұрыс, тағда. Так, жатады баға. Так, сатып алу, покупать товар, да? Да, бағасын төлеуді. Бағасын төлеуді. Талап ету. Талап ету, требовать. Что к нему еще? Что он имеет право требовать? Так, о том, чтобы брать товар. Ага, және бағасын төлеу. Төлеу, оплачивать, демек. Оплачивать товар, да? Оплачивать товар. Өте жақсы. Кеттік. Сатып алушының құқықтары мен міндеттері. Права и обязанности покупателя. Сатып алушының негізге міндеті тауарды қабылдап алу және ақысын төлеу болып табылады. Сатып алушының негізгі міндеті. Я покупатель. Міндет мои обязанности. Основные мои обязанности қандай? Тауарды қабылдап алу. Взять товар и оплатить за него ақысын. И за него заплатить деньги, да? Дұрыс. Ары қарай. Сатып алушының тауарды қабылдауы, оның жағынан тауарды бәрі